Assalamu alaikum құрметті абитуриенттер. Бүгін сіздерменен кейінгі темамыз коренлі аңлатпаларды апайластыру темасын бастаймыз. Біздердің қолымызда демек 56 есап бар. Демек бұл темамыз сол кореннің құрамалы есапларына арналған есаплар. Демек біздерде бірінші есабымыз корен астында 5 тең а болса, корен астында 9,8-ді а арқалы аңлатың дейді. Сіздер үшін таза жаңалық есаплардың бірі. Яғни мынаны а арқалы аңлат деген сөз, мынаны корен 5-ке не қылып аламыз бірінші? Әкеліп аламыз. Бірінші мынаны не қылуға болады? 9,8-ді 10-лық бөлшекке айырындырып алсақ болады. Яғни не шығарып отқан? 98 бөлінген, молодец. Демек қысқартсақ 49 бөлінген 5 емес пе? Демек коренлерін отдельно қойсам бола ма деп? Farqı жоқ қой. 49-ның іші шығады. Корен 5 неге тең етменде? Міне жоқ. Көрдіңіз бе? Қорқынышты болғанмен жүдә не болады? Аңсат шығады. Егер осы затты көрмегенде, ДТМ-де осы затлар әзір мода болатыр, бала түсінбей отыра береді. Кітті жолын тауып алсаңыз не болып шығады? Аңсат болып шығады. Жолын тауып үшін демек сіздерде басыңызда не болу керек? Көплеу информация болу керек. Кейінге сабымыз. Екінші есап. Егер а наға тең болса, мынаны есапланады. Бұл жерде не қылып аламыз бірінші? Мынаны аполястырып алған мақұл болады. Дұрыс па? Содан кейін аны не қыламыз? Апарып қоямыз. Аны сразу апарып қойсаңыз, күйіп кетеді да бұл жерде. Бірінші мынадан бастайық. Мына бөлшектен. 2 плюс 1 бөлінген а минус 2. Ол мөлін береміз, дұрыс. А минус 2-ден. 2а минус 4 плюс 1 емес пе? Тең. Ол не болады? 2а минус 3 бөлінген а минус 2. Мұнаның орнына сол түседі. Демек 2 бөлінген 1 минус 2 бөлінген 2а минус 3 бөлінген а минус 2 емес пе? Мына 2 бөлу деген мынадай сөз емес пе? 2 бөлінген, мынаны жазып отырмын. Енді теріс айландырмай мынадай айтпақ түсіндірейін, жалпақтың. А минус 2. Ол 2 көбейтуге айлаған кезінде екінші бөлшек не қылады? Орналасады. 2-ні көбейт жазамыз. 2а минус 4 бөлінген 2а минус 3. Түсіндік па? Минус 3-ті көрмейді. Енді мынаның орнына соны қоямыз. Алдында 1 минус деген бар емес пе? 1 минус міне мынаны жазамыз. 2а минус 4 бөлінген 2а минус 3. Тең. Бұл мәлім береміз 2а минус 3-тен. Көбейт. 2а минус 3 минус 2а. Міне де алжасып кетпең. Минус не қылады? Тәсір етеді. Плюс 4. 2а минус 3. 2алар не қылады? Қысқараман дейді. 1 бөлінген 2а минус 3 емес пе? Демек мынаның орнына түседі. Қызық жеріне қараң. Біздерде 2 бөлінген 1 бөлінген 2а минус 3 деген зат пайда болды. Біздерде 2 көбейтуге айлаған кезде не қылады? Айланып түсіп, астына 1 не қылмайды? Жазмайды. Кім түсінбей қалды осы жерін? Түсінген болсаңыз дәлше онда. Көбейтеміз. 4а минус 6. Енді а біздер неге тең еді? Әкеп қоямыз. 4 көбейтілген а дегеніміз. Мынаны көбейт жазайын ба? 3 көрен 3 плюс көрініш пен көрініш 3 болады. 2 көбейтсем 6. Бөлінген 4 емес пе? Алынған 6. 4 пен 4 қысқарып кетеді. 3 көрен 3 плюс 6 минус 6. Бұдан не шығады? 6-лар қысқарып кетіп 3 көрен 3 шығады. Түсінілді ма? Сәл есаплау керек болғаны. Демек давам етеміз. Кейінгі есабымыз 3-ші есап. Бұған ұқсан есап көп. Соның үшін жақсылап түсініп алуға әрекет етеміз. Сіздерде тек условиялар өзгереді. Шартлар. Яғни а кіші 0, б кіші 0, с үлкен 0 болса, мынаны есаплан дейді. А 0-ден кіші деген сөз, демек қандай сан деген сөз? А теріс сан. 0-ден кіші санлар, теріс санлар болады. Мысалы, минус 1 деп ойлан. Б деген 0-ден кіші. Минус 2. Минус 1 деп алмаймыз, 2 түрлі сан ғой себебі. Минус 2. С 0-ден үлкен 1 деп алған. Дұрыс па? Енді соларды қойсақ, мысалы үшін мінерді мынаны деп шығарып кетуге болмайды, қысқартып б деп шығарып кетуге болмайды. Яғни біздерде мынандай түсінік бар. Біліп қойың, корен астында а квадрат болса, ол сіздерге не шығады деп үйретеді, көріп өткен кезде мынадай болады деп едік. Демек сол кезде айтпап едік сіздерге бірден қиынлау болып қалмасын деп. Яғни квадрат кореннің ішінде тұрса, ол не болып шығады екен? Модуль болып шығады. Модуль деген сөз страховка соны не қылып шығарады? 10 қылып шығарады. Мысалы үшін корен астында b квадрат деген не болып шығады екен? Модуль в. Қалғаларын көшіріп шығамыз. Егер ол модуль боларын білмей қалсаңыз, қасындағы модульдер сіздерге поддержка беріп тұрды, сол модуль болуына. Енді санларды істейміз. b қандай сан біздерде? Теріс сан. Теріс сан болса, модульді апстап минусқа көбейтіп жазамыз. Яқ, мынадай қараң, тыңламың. Бұл жерде 2-ні қой деген сөз емес бұған. Егер b-ның орнына минус санды әкелген кезінде минус сан болып тұрса, онда минусқа көбейтіп ашамыз деген сөз.
Егер плюстан болып тұрса, солайынша жазып кетеміз модуль тастап. Мысал үшін, с дегеніміз қандай сан? 1. Б дегеніміз -2. Сонымен плюс 2 болып кетеді ғой. Бұл жерге 3-ті қой деген сөз емес. Главный қандай сан болды? 10 сан болды. 10 сан болса не қыла береміз? Солайынша жаза береміз. Плюс с минус б деп. Түсінікті ма? Егер теріс сан болғанда не қылады еді? Минусқа көбейт жазамыз. Минус с плюс б болады. Мысал үшін, а дегеніміз қандай сан еді? -1. С дегеніміз не? -1. Өзінде минус бар. Қандай сан болады бәрібір? Минус сан болады. Минус сан болса не қыламыз дедік? Минусқа көбейтеміз. Мына жерде минус бар, соны көбейтсем плюс болып кетеді десем түсінікті ма? Ізін көшіреміз. А минус с. Мені қою шарт емес. Бұда не жоқ? Модуль жоқ. Б. Енді бұны есаплаймыз. Бұлар қысқарады. Сылар қысқарады дәлше. Не қылады сонда? Мынаны а минус деп жазсам бола ма? Бірінші аны кейін минус бұны. Жоқ, а минус болады. Сыға? Просто мені минусқа көйткен кезде плюс болып кетті да. Өзінің алды. Нама? Енді мінерім плюс болғаннан кейін мына өзгермейді ғой. Алды плюс болып кетті ғой, главный. Минусқа целый көбейт жүрдің да мінерді. Тек аның знагы емес, бұл жерде мына общий скобканың знагы. Ашпай тұр. Егер оңсан шыққанда минус а плюс с болып ашылады. Түсінікті ма? Азыр істейміз қайттан бұндай есапларды. Так, жауап бұл болады. Кейінгі есап. Егер x кіші минус 2 болса, мына не есаплан дейді. Осы жерде не айта аласыз? Не көрініп тұрды? Қайсы? Ең іште көрен, мұнау не өгілейін деп тұрды. Мен көшіреміз 6x плюс 1 плюс, мұнау нені береді? 3 минус 2x-тің сыртылай квадрат. Квадрат көренмей жүрсе, уже ойлана берін. Ол құры өзі солайша шыға беру мүмкін емес. Семінерде шарт бар. X кішкентай минус 2-ден. Мысалы, нешені қоя аласыз? X кішкентай минус 2-ден. Минус 3-ті қоя аласыз. X-ның оны минус 3-ті апар. Но не болады? Минус 3-ті қойсаң. Плюс 6 дейсі. Плюс 6-ға плюс 3-ті қоссаң, құлласы не болады? 10 сан болады. 10 сан болса не қыла береміз? Солайша жаза береміз сонда. Тең көрінасында x квадрат плюс 6x плюс 1 қысқат жүреміз. Плюс 3 минус 2x бола ма? Және 6-ын жаз жүрмен көрге. Так, кейінгісі. Жинастыр енді. Көрінасында x квадрат. Бұмен бұл неше болады? 4x плюс 4. Так, дәлше. Бұл нені береді? x плюс 2-нің соны квадратпен көрін қысқартып кетсем, x плюс 2 деп жазуға болмайды. Ямаса бұл надай шығады деген сөзді. Квадрат іште тұрса, бұл сыртқа модуль болып шығады дедік қой. О, модуль апса үшін тексеріп көреміз. X-ті оны не қоямыз? Минус 3-ті қой. Минус 3-ті қойса, минус 3 плюс 2 не болады? Құласы айтқанда минус сан болады. Минус сан болса, не қыламыз деп атқылымен? Минусқа көйтеміз. Жауап сонда минус x минус 2. Түсініңіз ба? Сұрау жоқ қой. Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінге сағымыз. 16-шы есап. Есаплау керек. Бірінші нені есаплаймыз әлбетте? Қауыстырманың ішіне есаплаймыз. Бұл жерде не қыламыз? Олма бөлім береміз. Неден олма бөлім? Екеуінің көймесінен деп түсіне берейік та, бола ма? Не? Сонда бұған көрен x плюс көрен y-тан, бұған көрен x минус минусынан. Енді көйткен кезде абайлаймыз, қараң. 3 көрен x-қа көрен x-ті көйтсем не болады? 3x болса түсінесіз ба? Сен көрен x бірде болса, кейінгісі плюс 3 көрен астында x y. Минус бар берді. Көйтсем 3 көрен x y бола ма? Номинал минус, домен не болады? Плюс 3y болып кетеді. Малдес. Қысқарып кетеді дейді. Сонда 3x плюс 3y бөлінген. Мына көйтақ жаз, x минус y. Так, бұны жазам сен. X плюс y бөлінген x минус y көбейту. Мұнан аударып жазайық. X минус y. Одан 3 шығарайық дейді. X плюс y. Сонда қысқарады. 1 бөлінген 3. Түсінілді ма? Кейінгі есап 17-ші есап. X-ның аралықта болса, мұнан есаплан дейді. Не көрініп тұрды? Мұнан нені береді? X плюс 4-тің. Так. Ал бұл X минус 4-тің сыртлай болады. Жаңа айт, квадрат іште тұрса, ол не шығады дедік? Модуль болып шығады. Квадрат іште тұрса, не шығады? Модуль болып шығады. Демек, бұл жерде бұны модуль тасып кетудің жолы. Мұна аралықтан X оны сан қоямыз. Нешін алайық? Минус 4 пен 4-тің арасында любой. Ең жақсы сан 0 бар дұрыс. 0-ді апарып қойсаң, 0 қосу 4-тің қандай сан болады? 0 қосу 4-тің 10 сан. 10 сан болса не қыла береміз дедік? Сол тұрысына аша береміз. Молодец. 0-ді мінерге де қой.
Nölден 4 алсаң, минус сан болады. Минус сан болса не қыламыз дедік? Минусқа көбейтеміз. Минус x плюс 4 болады. Молодец. Қысқарып кетеді, 8 болады. Қай жерін түсінбедік? Түсіндік па? Сұрау жоқ па? Кейінгісіне өтеміз. 19 хесап. Есаплау керек, егер А үлкен Б деген шарт тұтып қана жерде, оны кейін хабарласамыз. Так, бірінші мынау не деген сөз? А-ның егден бір дәрежесі деген. Мына формула не? X-тің m бөлінген n болса, әйгерім алжасып кете берген формула. n мінерге x m мінерге түседі. Дұрыс па? X-тің 1/2-сі мысалы үшін. X мінерге неше түседі? 2 түседі, мінерге 2 жазылмайды осы дұрыс па? Мысалы үшін 4, 3 x-тің мынадай болса, x мінерге неше? 3 мінерге 4 түседі. Сол затта, демек мынау a минус 2 координатасында a координатасында b плюс b деген сөз емес пе? Сөйтіп мынау өтірік көрем бер квадрат қойсам, өтірік көрем бер квадратқа қойсам көрініп қалды ма? Нені береді? Корен а минус корен b-ның то есть минус бұнан сондай қалай? Өтірік корен квадрат сонда не болады? Жайлады. Корен а минус корен b, корен а плюс корен b бөлінген, бұлар корен а минус корен b. 2-ден 1 деген дәреже болса уже не болады бердіктен? Корен бола береді. Так, енді қара, бұл қысқарып кеткенмен ішінде тұрған үшін не болып шығады ол? Модуль болып шығады, сау болды. Так, минус қысқарады, мына минус баш бер. Минус корен а, минус корен b емес пе? Енді біздерде есапта шарт бар. Әр бір затқа внимательно этибар беру керек. Яғни мына құр тұрған зат емес. А үлкен b-дан, мысалы үшін нешеден үлкен? Мысалы деп жаздым, 4 үлкен 1 деймін. Неге 4 жаздың десе көріне шығатын сан қылып жаздым да. Яғни неге 4 неге 1-ді қойсаң 4-тен 2 шығады, 1-ден 1 шығады, 2-ден 1-ді алсаң бәрі не болады? 10 болады. 10 болса не қыла береміз? Солай жаза береміз. Корен а минус корен b. Минус корен а минус корен b. Сонымен корен а қысқарып кетеді да, минус 2 координатасында. Түсінікті ма? Егер мінерде терістен шыққанда не қылып алады едім? Орнамас. Ямысы минусқа көйтіп аламын. Демек давам етеміз. Кейінгі есап 20-ші есап. Жүда зор есаплардың бір. Есаплаң x орнына 3,185 қойын дейді ең кейінде. Нені шығарып аламыз? Қайтып шығады? Так, бұл жерде кітте тақпырлық керек. Бұндай есапларды көздеріңіз көріп үйренеді. Бірден әзір айта алмай тұрған себеп сол. Яғни қараң, бұл жерде мынадай тактика бар. Мынаны астен 2-ке бөлемен. Сонда 2 координатасында x минус 3 емес пе? Сөйтіп 2-ке майдаласам, кіммен кім болады сірә? 2 менен координатасында x минус 3. Мен мына затты, қараң, сразу 2 плюс корен x минус 3-тің сыртылай квадраты десем сіздер түсінбей қалады енді бірден жасалды. Енді қараң, мынаны жайып көрсетейін. 2 квадраты 4 плюс 2 көйт 2-ке 4 координатасында x минус 3 кенен x минус 3-тің квадраты x минус 3 емес пе? 4-тен 3-ті алсаң 1 x плюс 1 кенен мынау. Көрдіңіз ба? То есть ортасы мынау минус екен. Онда не болады? Минус болады. Бола ма? Енді сол жерде мына сан құр тұрған жоқ. Мынау наобороттан болуы мүмкін ғой. Дұрыс па? Нерге қой? 3,185-тен 3-ті ал. 0,1 зат. 0,1 заттан 0,1 зат шыққанменен екенен соны алсаң бәрі 10 сан шығады ғой. Онда бұл дұрыс қойған екенбіз. Плюс. Онда мынау өзіне несі болады соның? 2 плюс координатасында x минус 3 болады. Енді тастап кете беремен. Жағдай бұл не болмайды сірә? Яқ, модуль шарт емесе 10 екен көрдім ғой, жаңа сан қойып сразу. Түсіндіңіз ба? Ал мына плюс болғаннан оған не? Шарт емес. Бұл мен бұл қысарып кете ме сонда? 2-2 қоссам? Просто бұл жаңа неде тексеріп көру үшін берілген затта. Түсіндіңіз ба? Сұрау бар ма? Жоқ болса жазып аламыз. Демек давам етеміз. Кейінгі есабымыз 23-ші есап. X наған тең болса, мұнан есапланады. Бұл жерде X орнына бар қою шарт емес. Қараң. Біріншіден минус бірінші дәреже не қылады? 1 бөлінген 3 минус x қылады, я? Көбейту. Бұл мен бұл қысқарып шығып кетеді, бірақ модуль болып шығады, сау болды. Кенен көрдің ішінде x плюс 1 қап қоймай ма? Так, бұл жерге 2-де 61-ді қойып көр. 2-де 61-де 3-ті алсаң не болады? Минустан болған үшін не қыламыз? Минусқа көбейтеміз бұны. Минусқа көбейтсең не болады? Минус x плюс 3 болады. Дұрыс па? 3 минус x. Сөйтіп қарап тұрсаң, екеуі бір зат емес пе? Қысқарып кетеді. X-ті онда не қойды жағы біздерге?
2,61'ni qo'yasan, 1'ni qo'shsang 3,61 bo'ladi, %61 odan necha chiqadi? 1,9 javob. Так, keyingi hisob, 25-hisob, apalashtiruv kerak. Alımını ne qilamiz? Ulama bölüm beramiz. Ulama bölüm a plus koren b, koren a minus koren b. Bugan neden beramiz? Koren a minus koren b'dan, bugan koren a plus koren b'dan. Sırası qo'shib bersam kimlar hisob ketadi? Bular qisqarib ketdi. 2 koren a deyishim bo'ladimi? Bo'lingan. Tak, bu qancha joylattircha? O'tirib koren kvadrat, o'tirib koren kvadrat. Sonda koren a minus koren b, koren a plus koren b. Ulama bölüm sonunda ne bo'ladi? O'zi bo'ladi. Ma'lum. Koren a minus koren b, koren a plus koren b. Bugan plusdan bersa, koren a plus koren b'dan bergen kezde, alu o'zine koren b bo'lgan kezde koren b'lar qisqarib ketib ne qiladi sonda? Koren a. Buni o'rtada bölü degan xizmatni atkab turibdi-ku. Onda buni alımın bölümüne bölümün. Yani 2 koren aslında a bo'lingan 2 ko'yib yozaverish, ziyon yo'q. A minus b ko'paytuv deb aylantirib ber. Na üstüne koyacağız. A minus b bo'lingan ko'rinasida a. Qisqaradi. Ko'rinalar ketadi, necha qiladi? Tushundingmi? Juda qiyin hisob ekan. Davom etamiz. 27-hisob. Berilgan, если a 0 dan ulkan bo'lsa, hisoblab kerak. Birinchi bilan ne qo'yaylik? Joy olaylik. A kvadrat, ya'ni ko'rinishni chiqarib yurmang, o'zida qo'shuv degan zot bor. Bo'ladimi? Mana kvadratni ko'rinishni qisqartib yurmangda. A kvadrat minus 10a plus 25 plus 20a. Durustmi? Bu yerda qarang, endi hisoblang. Sonda ne bo'ladi? A kvadrat plus 10a bo'lib ketdimi? Plus 25. Bo'lingan. Tak, naqan ko'rinadan bersang. Ko'paytilsa a plus 5 maymi? Bo'lingan ko'rina. Minus 1 bo'lingan ko'rinani tura bersin. Buni san neni beradi? A plus 5 ning saqlay kvadrat. A bizda qanday san? 0 dan ulkan. 10 san. 10 sanni qo'ysang, bari 10 san bo'lib ne qila beradi? Tura beradi. O'zgarmaydi. So'ng uchun kvadrat bilan ko'rin qisqarib ketib sразу a plus 5 deb ne qila bersam bo'ladi? Sit ko'paytuv deb manani bo'lishsa bo'ladimi sразу? Bunda bo'luvi ko'paytuv aylanganingizda aylanib tushadi. Ko'rin a plus 5 minus 1 bo'lib ko'rin a degani bor. Qisqarib ketadi. Ne qiladi? Ko'rin a minus 1 bo'lingan ko'rin a. Onun sırtında ne var seni? Ko'paytuv ko'rin a bormi sizda? Son deb yukini ko'yitdik deb. Bunu men buni ko'yitsam, a ko'paytsam 1 bo'ladi. Tushundingmi? Javob sol. A minus 1. Keyingisi 29-hisob sal nerede bilg'as hisoblar bor ekan, ziyon yo'q. Birinchi buni umuman berib olaylik. Bugan b plus ko'rinadan, bugan b minus ko'rinadan. Ulma aytganda ulma bo'lim b minus ko'rina bilan b plus ko'rina. Tak. Qo'shib bersam sразу ko'rinalar qisqarib ketdi desam tushundingizmi? Sonra 2 b. Bölü deyverik o. Birinchi narsa istep olayın. Mana bitta. Mana ne? Nerga istep olayın da? No 3 ning minus 1 dan 1 bo'lingan 3. A ning minus 2 dan 1 bo'lingan A ning kvadrat. Ko'paytuv A b ning minus 1 1 bo'lingan b. Bo'lingan A ning no 1 bo'lingan A ning kvadrat. Minus 1 bo'lingan A 1 bo'lingan b kvadrat. Endi bundan ulmani berib olam. Ne ekan ulmani ne bo'ladi? A kvadrat keyin b kvadrat. Bundan o'zini ne yetmaydi? B kvadrat yetmaydi, nega ne yetmaydi? A yetmaydi. Sonra b kvadrat minus A degan so'z emasmi? Tak, endi bunda shoqarsini yozamiz birinchi. 1 bo'lingan ne degan so'z? 3a kvadrat b. Ko'paytuv buni ne qiladi? Aylab tushadi. A kvadrat b kvadrat ustiga ketadi, bo'limini b kvadrat minus a. Tak, endi mana yoqni o'zini yozamiz. 2b bo'lingan ko'paytchasini b kvadrat minus a. Ko'paytuvni aylantirib bilsam bo'ladimi? Alimni 3a kvadrat b ko'paytuv yana nima? B kvadrat minus a bo'lingan na yuki. A kvadrat b kvadrat teng. Nima qisqaradi u? A kvadrat bilan a kvadrat qisqaradi u. B men b kvadrat bo'lib nomi qisqarib ketadi u. 3000 ga ko'tsam javob 6 bo'ladi. Tushundingmi? So'roq yo'qmi, yozib olamiz. Demak, davom etamiz. Keyingi hisobimiz 30-hisob. Hisoblov kerak. Agar m 0 bilan 1 ning orasida joylashgan bo'lsa deydi. Demak, bu yerda kimdan boshlab hisoblaymiz? Eng ishga qosilmadan boshlasak, bundan boshlasak. Bunani joy uchun, ulma bilim berish uchun joy olamiz. Ya'ni bu joylarda 1 minus koren m 1 plus koren m. Tushundingmi? Ya?
Так, онда бұған неден береміз? 1 минус көрен м. Қосқан кезде не қылады мыналар? Көрен м қысқарады. Демек сөйтіп мынаны бөліп атпан, қараң. Бұны м куб дегенде м квадрат көбейту м десе бола ма? Я? М квадраттан сонда біреу шығып кетеді, іште кім қалады? Не жазайын? М қалады. Міне мына заттан келіп шықты мынау. Бөлінген көрінасында 1 минус м. Көбейту бөлім үстен кетпей ма? 1 минус көрен м, 1 плюс көрен м. Біздерде алымда не қабет жа? Қысқарып кетіп, 1 қабет, молодец. Сонда бұл жерде қысқарған зат жоқ болды. Солай тұрады. Яғни но целый көрен ғой. Қысқармайды ол, түсінікті ма? Так, онда жаза береміз солайынша. М көрен м, мұнан көйт жаз. 1 минус м. Бөлінген көрінасында 1 минус м. Енді алдында не бар? Қосу бар. Мынаны істейміз. Көрінасында м, 1 минус м, плюс, мынаны жазамын. М көрінасында м, 1 минус м, бөлінген көрен 1 минус м. Так, енді қолмөл беремен. Көрінасында 1 минус м-нан. Сонда қараң, мына екеуі бірдей ғой, көбейтіліп шығып кетеді сыртқа. Кім шығып кетеді? Сау, 1 минус м шығып кетеді. Кім қап қойды сонда? Көрен м қап қойды. Кім түсінбей қалды? Мына екеуі бірдей болып шығып кетті. Іште көрен м қалды. Сөйтіп мынаны көшіремін. м көрен м, 1 минус м бөлінген көрінасында 1 минус м. Так, екеуінде де сау бол. 1 минус м бар. Соны скобканы шығарып жіберсек, сонда бұдан көрен м плюс м көрен м. Дұрыс па? 1 минус м. Так, енді берманға жаза берем қайттан. 1 минус м. Сөйтіп, мына екеуінде не бар? Көрен м-ді алдына шығарып жібердім не? Сонда не қалады? 1 плюс м. Молодец. Бөлінген көрінасында 1 минус м. Көбейту деп мұнан ап келейін. 1 бөлінген көрінасында м, 1 минус м емес бе? Так, екеуі көбейтілсе не болады? Номена көбейтілсе 1 минус м болады. Надаймай ма? Сөйтіп ол номен нал қысқарады. Көрен м менен көрен м қысқарады. Сонда кім қалады? 1 плюс м. Түсіндік ма? Түсіндік па? Астына не? Екеуі номеннан көбейтіп надай зат шығардым ғой. Түсіндік болса кейінге сап қойдым. 32-ші есап. Егер а надай болса мынаны есаплан. Есаплау үшін қараң. Дұрыс. Мыналар главный формулаға келеді. Мыналар мынадан не шығады? А шығарып жіберсек а плюс 3. А минус 4. Кішкентай қысқартайын. Мынау нені береді маған? А минус 4-тің квадрат. Ал мынау а плюс 3-тің квадрат емес пе? Біздерде а қайсы аралықта дейді? Көрен 3 минус аралық емес, то есть а көрен 3 минус 1-ге тең. Соны қойып көремін бірінші. Нере қой? Көрен 3 минус 1 плюс 3 болса не болады ол? Көрен 3 плюс 2 май ма? Құлас не зат? Оң сан. Оң сан болса не қыла берді ол? Солайынша шыға берді. А плюс 3 жежбесек түсінікті ма? Енді нере қойып көр? А-ның орнына. Көрен 3 минус 1 минус 4. Көрен 3 минус 5. Sıra бұл не шығады? Минустан шығады. Минустан шыққан үшін мына не қылып жазамын? Яғни 4 минус а деп жазсам бола ма? Плюс 2. Қайырын түсінбей қалдық. Түсінген болсақ давам етеміз. А плюс 3-лер қысқарады. Номинал қысқарады, бірақ алдын не шығады? Минус а плюс 2. Бұл не болады сонымен? А май ма? А неге тең етменде? Көрен 3 минус. Жауап сол. Түсіндік ма? Кейінгі есабымыз 33-ші есап. Жүда бір қызық есаплардың бірі. А һәм Б рационал саналар. Рационал саналар қандай әріппен белгіленеді, білесіз ба? Молодец. Яғни Q деген әріппен белгілейміз. Дұрыс па? Яғни Q деген рационал саналар қандай саналар болар? Оған оң саналар болады. Оған нөл болады, оған теріс саналар болады. Негізі аслыда олар бөлшек саналар болады. Дұрыс па? Енді сондай болатын болса, а плюс көрен надай 4 келген болса, мынаны есаплан дейді. Біздерде мынадан 4 шығаруымыз керек. Мысалы, мына көрен не қылуымыз керек біздер? Жоқ қылуымыз керек. Көрен қашан жоқ болады? Әлбетте өзіне көбейткен жағдайда. Бірінші нәубетте, дұрыс па? Бірақ өзіне көбейту үшін бұның орнына бізде көрен 3-ті қоя алмаймыз бұл жерде. Көрен 3 қандай сан себебі? Иррационал сан. Біздер рационал сан қой дейді. Онда біздерде бір шара қалады өзі. Яғни бұның орнына не қылатын? 0-ді қойсаң, мынау не кетеді сонда? Жоқ кетеді. Онда өзіне өзі а неге тең болады деген сөз? 4-ке тең болады. Неге апарыз болған? 4-тің квадраты 16, бұл 0 болды, сонымен 16 шығады. Түсіндік па? Сұрау. Жазып аламыз. Давам етеміз. Кейінгі есабымыз 36-ші есап. Егер m тең, n тең, p тең берілген болса, мынаны есаплан дейді. Бұл жерде m-нің n-нің орнына апарып қою шарт емес.
Birinchi navbatda mына ko'renni ishini hisoblab olaylik. Mına ko'renni men adden жазсам tushundingizmi? Ya'ni mn p plus 4 bo'lingan m plus deb yozaman. 4 koren n p bo'lingan koren m. Bo'ladimi? Sirtida большой koren bor. Yozib qo'ying. Teng, siz ulma bo'lim beraman. Ulma bo'lim kim bo'ladi? M ning o'zi. Siz koren m ning kvadrati degan so'z emasmi? O'zini nedan beraman? 1. Bunaqa nedan beraman? Koren m dan beraman. Maldis. Sonda m bo'ladi bu, durustmi? Ya'ni mn p plus 4 plus 4 ko'rinasida mn p. Sirtida koren bor. Tanishpa. Formula. Nega beradi? Koren mn p plus 2 ning sirtlay kvadratına. Tushundingizmi? Kvadrati 2 o'tgani, keyin 2 ning kvadrati. Tushundingizmi? Sal o'rnamas turibdi-da bu yerda. Tak, endi bu yerda sizlarda xitrstvo deb qo'ygan zat onday zat yo'q. Ya'ni bu yerda bo'lingan m sirtlay koren bor ya. Sirtlay korenni kvadrat qisqartirib chiqarib beraversin bo'ladi bu yerda. Siz m ham n ham p da 10san. 10san chiqib 10san olsan bari ne bo'laveradi bu? 10 bo'ladi. Ya'ni koren mn p plus 2 bo'ladi. Bo'lingan bu ne? Koren m bo'lib qoladi, durust. Ko'paytuv, to есть bo'lingan no bor. Bir bo'lingan ko'rinasida 2 plus m n p desam bo'ladimi? Bu nomini qisqartirib ketdingmi? Bir bo'lingan koren m qoladi. Bu kimga teng koren m? M nega teng? 0 0 9. Odan ne chiqadi? Bir bo'lingan 0. 10 apelsin qo'yib qo'ygan shar. 3 bo'lingan 10 degan so'z. 10 bo'lingan 3 bu aylanib tushadi u. Tushunmaganlar. 1 bo'lingan 3 bo'lingan 10 degan so'zda. Nima deb tushundim? Tushundingmi? Keyin kesamiz. Tak, 41-hesab. A plus B plus C ko'rni 4 ga teng bo'lsa, buni hisoblanmaydi. Juda yaxshi hisoblarning biri. Yig'lamiz. Al yaxshimi? Ko'rin 2 chiqaring, to'g'ri. Ko'rin 2 chiqarsam, ko'rin A, ko'rin B, ko'rin C qoladi. Al endi nima bo'ladi? Qarang, bu yerda nima yig'lamiz? Ne yig'lamizmi? Qaysini? Sonra ne chiqadi? Bu yerda qarang, san qo'y usulini istesangiz bo'ladi. Eng qolayli usul durust. Ya'ni A'ni B'ni C'ni qo'shgan кезде necha chiqadi? 104 chiqqani qanday san bor? Ya'ni grubi bir aytib ketdi. 3 yo'lik bo'lgan uchun, bundan 3 ga bo'lsa nechadan keladi? 18, 18, 18 dan keladi. Durustmi? Xususan qo'yib deb ko'ring, qanotlantiraman. A'ning o'rnina. Yaxshi, nelarga qo'yib tasasa? 18, 18 deb qo'yib tasasa, bari necha bo'ladi? 36, 36, 36 bo'ladi, necha chiqadi? 6, 6, 6 chiqadi, so'mga qo'shsang, javob bormi sonday? Javob bor ekan-da. Yo'q, qat emas. Endi o teng emas, nada ham shart yo'q-ku senda. Nag'amna teng bo'lu kerak, teng bo'lmau kerak degan zat ham yo'q-da. Hech qanday shart yo'q-da bizda. Bo'ladi. San qo'yib istesang, san qo'y usul ko'p yerda sen tez olib chiqadi hisob. Demak 18 tushunlikmi? San qo'y usul menen 18 chiqadi, demak 6 6 qo'ydiqda bo'ldi. Sebebi bu yerda san qo'yga bo'ladi, hech qanday bir-birini teng emas, teng bo'lmasin, A ulkan B'dan bo'lsin degan shartlar yo'q. Demak davom etamiz. Keyingi hisob 42-hisob. Hisoblov kerak. Birinchi kimdan boshlab hisoblaymiz? Aslin bari hisoblab baraversa bo'ladi. Mana ulmani berib olaylik. 1 minus b kvadratdan. So'g'izda bu tura beradi. 1 bo'lingan ko'ren b minus b kvadrat plus savol. B kvadratlar hisob ketadi. 1 bo'lingan 1 minus b kvadrat degan zat aytmayman. Ko'paytuv. Tak, buni ko'payting. 1 minus b kvadratni olib beraylik. Ko'reniga qolmaymi? Sonda 1 minus b kvadrat plus b kvadrat nega qoladi? 1 qoladi. Bo'lingan ko'rinasida b kvadrat tursin. Bo'lingan 1 minus b kvadrat emasmi edi? Tak, buni istaymiz endi. Buni turibdi kuni meni qura 1 minus b kvadrat plus nima deyapti? Aylanib 1 minus b kvadrat bo'libmi? 1 bo'lingan qo'yin. Ko'paytuv. Buni o'z yozayman birinchi. 1 bo'lingan ko'rinasida 1 minus b kvadrat ko'paytuv nima qayerga tushadi? Bo'limga tushadi. 1 minus b kvadrat. Sonda bular qisqarib ketadi. Durustmi? Teng bo'limi 1 deb yo'q qoldirasizlar. O'rtasi ne? Plus
Сонымен қосылып бұлар неше болады? 2 бөлінген корнасына 1 минус b квадрат. Жоқ бар ма сондай? 42. Бұны жауап жоқ қой негізі. Кешіресіз, минус еді ғой? Неге плюс болып кетті? Түсіндіңіз ба? Сонда минус болса не болады? Бұлар қысқарып 0 болады. Түсіндіңіз ма? Жазып аламыз. Демек, давам етеміз, кейінге сағамыз. 44-ші есап. Есаплау керек, егер m15 n наған тең болса дейді. Бұл жерде көзімізге ысы көрініп тұрыпты. Не көрініп тұрыпты? Корен астында іші нені береді біздерге? Корен m минус n-ның сыртылай квадратын береді. Дұрыс па? Квадраты m, 2-ні көйтіп міне, кене n-ның квадраты. Енді, бөлім тұра берсін, m минус n квадрат. Бұл жерде плюс 3 бар екен, ұмыт кетің. Обязательно сол ұмыт кету үшін беріп қойды плюс 3-ті. Так, топламның вариантында бұндай плюс 3 жоқта негізі. Соның үшін көп адам өтірермей тасып кетеді. Бұл жерде қараң, m-ға санды қоямыз неге? Ері қоямыз да қараң, корен 15 минус 3 корен 2 деген сөз емес пе? Бұл қандай сан шығады? Оны қалай білеміз? Яғни 10 сантынан ішке кіргіз. 9 қылып кіргіз. 9-ды көйтсе 2 18 емес пе? Қандай сан шығады кен? Минустан шығады. Онда бұл неғыл деп жазамыз деген сөз? Яғни корен m плюс n тұра береді да, мұнаны орнамастыр жазамыз деген сөз. Минус. Яғни минусқа көйтеміз деген сөз да. Не үшін минусқа көйттік десе? Минус шыққан үшін. Так, бұны m минус n квадрат тұра берсін. Мына форма көбейту үшін орнамастыр жаза беруге болады, плюсті. Сонда келеді n квадрат минус m. Бөлімі m минус n квадрат. Қысқарады, алдына не шығады? Минус 1. Плюс 3 бар еді бағана. Ол неше болады сомен? Минус 1 деген жауап бар ма екен ебе есапта? Бар екен, абсолютке. Түсінілді ма? Демек, кейінге самыз 45-ші есап. Есаплау керек. Бұл жерде x-тің y-ті орнына қойып тастағаннан көзімізге сразу неге келейін деп тұр? Яғни x куб плюс y кубтың минус демең. Сен мінер плюс болған үшін плюс болады. Енді апарасыз. 1 минус x куб минус y куб деп ашып алайық минуспенен. Енді әкеп қой, x неге тең? Минус 1 бөлі 2 емес пен ау? Минус 1 бөлі 2 деген сөз ғой. Соң кубы минус y неге тең? 1 бөлі куб көрін 2-ның кубы. Тең 1. Минустың бәрі тақтар жесін минус не қылады? Еріп жет. Плюс қылды жесін бола ма? 1 бөлі 8 сау бұл. Так. Мына куб пен куб қысарып кетеді 1 бөлі 2. Олма бөлім 8-ден беремен, 1-ден беремен, 4-ден беремен. 8-ге 1 9, 9-дан 4 ал, 5. Жауап 8-ден 5. Так, кейінгісі 46-ші есап. Егер v наға тең, с наға тең болсынан есаплау керек. Көзімізге көрініп тұрды. Нені береді? С минус 2v-ның плюс бұл нені береді? v минус с-ның енді v мен с бар бізде. С неге тең? 3 көрінасында 2. Минус 2 көйтінен 4 көрінасында 3. Сыра қайсы үлкен екен көрініп тұрды ғой? Бұл не шығады деген сөз? Минусқа көйтеміз ямаса. Минус s плюс 2v десем түсінікті ма? Бұны әкелмерге. 2 көрінасында 3. С деген 3 көрінасында 2. Түсінікті ба? Қайсы үлкен? Мына ішке кірсең 4 бүк кіреді. 12 май ма? Мына 4 бүк кіреді. 9 бүк кіреді. 18. Sıra ne işaret bulam? Minus шығады. Minus шығсам, минусқа көйтеміз. Минус v плюс c. Сонда сылар қысарып кетеді. V-ға май ма? V неге тең біздеді? 2 көрін 3-ге тең. Жауап 2 көрін 3 болады. Түсінікті ма? Бар ма жауап? Кейінгісі 51-ші есап. Егер берілген мынадай болса, және назат қап қойды. Егер x 3 пенен 7-нің арасында болса, мынан есаплан дейді. Біздер айттық бағана, мынан 2-ге бөлеміз әстен. Не болады? 2 көрінасында x минус 3. Оны майдалауға болады 2 менен көрін x минус 3 деп. Сонда бұл саған келеді 2 минус көрін x минус 3-тің сыртылай квадратына келеді. Ал мұнау болса өзіне болады 2 плюс x минус 3-тің сыртылай квадраты. Енді бұл плюс шыға ма, минус шыға ма? Білу үшін неде сан қойсаң. Неше бар неде? 6-ақ қойса.
4 тап қой. 4-ті қойсаң, 4-те 3-ті алсаң не болады? 1. 1-ден неше шығады бәрібір? 1. 2-ден 1-ті алсаң бәрібір? 1. 10 сан шығады. 10 сан шықса не қыламыз? Солайша жазамыз. 2 минус корнасында x минус 3. Плюста зиян жоқ. 2 плюс корнасында x минус 3. Сонда қысқарып кетеді. Неше болады? 2-2-ні алсаң 4. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Жазып аламыз сонда. Демек, давам етеміз. Кейінге сабымыз 52-ші хесап. X наған тең болса, мынаны есаплан дейді. Біздер не қойғанбыз? Мақұлдау, ұлыма бөлім беріп, есаплап аполястырғанбыз мақұл дұрыс. Яғни корен x минус 3 плюс 3-те ұлыма бөлім берсек, көбейтсек. X минус 3 болса түсінесіз ба? Плюс, бұл мен бұны көтсеп 3 сыртында тұрады, x минус 3 бола ма? Келін мына минус пашамыз. Минус x плюс 12. Молодец. Бөлінген x минус 3 плюс 3. Тең. Кімдер қысарады? X-ар қысарады. 3 корнасында x минус 3. Бұл мен бұл не болады? Плюс 9 болады. Молодец. Бөлінген корнасында x минус 3 плюс 3. Мынада не шығады сыртқа? 3 шығарып жібереміз. Корен x минус 3 плюс 3 қалмай ма сонда? Бөлінген корен x минус 3 плюс 3. Келем ақ саруға? 3 қалады. Сұрау. Кейінгі сап, 53-ші сап. Бүгінгі темамыз пен сонымен осы саптар жаусап болады. Қараң. С A'дан үлкен A, B'дан үлкен B, 0 үлкен. Демек бәрі қандай сан? 10 сан. 5. Мынаны ма? Яқ, бұны қойып шықсам болады X соңына. Сұрау, Айгерім дұрыс сұрау беріп жатыр. Мынау не құрғап қойды ғой дейді. Бұл жерде бұл мінерге қойған кезде корен 14 қойсаң, корен 14-те 3 алсаң қандай сан главный? 10 сан. Бағанадай Исадай қылып, неге бірді қой жерсен, терістен шығып қалады ғой деп патыр шығамау үшін да. Так. 53-ші хесапта қараң, бәрі 0-ден үлкен. Болады. 3-2-1 деп сан қой жерсеңіз болады. Сол санлар мысаллары қараң, егер груби шығаратын болсаңыз бар ғой, жауап с минус А, Б минус А, с минус Б деп шығарып кетсеңіз болады мына хесапта. Бірақ ол не болады? Қате болады. Яғни квадрат пен корен қысқарып кете беріп шығарсаңыз, мына зат не болады? Қатеге хесапланады. Себебі мына шарт құртырған жоқ. Себебі с неге тең? 3-ке тең. А 2-ке тең. 3-те 2-ні алсаң қандай сан? 10 сан шықса не қала береді онда? Өз жазылады міне. Б неге тең? 1 А 2. 1-де 2-ні алсаң сірә не шығады? Минус орнамастырып жүрсек бола ма? А минус Б деп. С 3-ке тең. Б бұл не қала береді? Өз жазыла береді. Жауап міне. Түсінікті ма? Мына жауабым бұл ықтималдығы бар. Айт. Түсінікті ма? Кейінгі 54-ші сап. X наған тең болса мынаны есаплау керек. Енді бұл жерде жүдә бір қиын зат жоқ. Мынаны негіз жіклеу керек. Жіклемей-ақ X орнына нешені қойып шықсақ болады? 2-ні қойып шықсақ та авансап. 4-те 2-ні ал. 2-нің минус 1-і. 2-ні қой. 2-нің кубы 8. 2-нің квадрат 4 9-ға өтсең 36. Көйтсең 2-ні 48 минус 16. Так, 2-нің минус 1 бөлінген 2. Так, минус 12 минус 4. 12 болады, 20 болады. 20-дан корен 4 бұнай ма? Корен 4-тен 1 болады. Түсінікті ма? Бұған? Кейінгі есамыз 55-ші есап. Жеде бір құрамалы есаплардың бірі. Бұлна жерде мынадай бөлу дегені бар. Мынаны кубқа жайып білуіміз керек. Бұл кубқа жаю үшін кішкентай көпшілік абитуриенттердің қиналадың сол. Кубты ұмыт қала береді да себебі. Яғни біріншісінің кубы, яғни мына формула жазып қойғанда А плюс Б-ның кубы, біріншісінің кубы, 3 көбейту біріншісінің квадраты екіншісі, 3 көбейту біріншісі көбейту екіншісінің квадраты, кейін екіншісінің тап сол формуламен жаямыз. То есть минус менен да. Минус болса, екінші ағзамен 4-ші ағза. Демек жібер. Корен А куб ағзамен. 3 көбейту квадраты А корен Б. 3 көбейту корен А Б болады квадрат. Кейін минус корен В-ның куб жоқарлау жазайын. Кейін плюс 2А квадратты бөлімен корен А. Нағана нақта чөнек қылып есаплап көрсетемін. 2А квадратты бөлімен корен Аға. Бұны 2А квадратты 2А көйту А десем бола ма? Сөйт наға өтір корен квадрат қойсам бола ма? Қысқарып кетіп не қалады екен? 2А корен А қалады. Кейін плюс Б корен Б емес пе? Біздерде меселге өткен үйретедім. Корнасында А-ның кубы деген сөз, корнасында А-ның квадраты көбейту корен А десем бола ма? Бәрі А куб болады ғой. О, біреу мынау нені береді? А корен А. Онда корнасында В-ның кубы деген сөз не деген сөз? В корен В деген сөз. Демек қараң, мынау не деген сөз? А корен А. Бұл мен бұл нешеу болады?
3 болады. 3 корен, то есть 3a корнасында a. Мынау не деген сөз? V корен V деген сөз емес пе? Ол мына қысқарып кетеді да. Кейінгілерін жазамыз. Минус 3a корен V плюс 3 корен a V бөлінген. Мынау не деген сөз еді жаңа? Корен a-ның кубы. Мынау корен v-ның кубы. Түсіндік ма міне? Так. Плюс мынаны 3 шығарайын. Сөйт, мына өтір корен беріп квадрат қойсам, екеуінде не бар? Корен v-ны шығарам. Сонда не қалады? Корен a минус корен v. Мынау бізде де қайтып жайланады? Корен a минус корен v, корен a плюс корен v. Түсінікті ма бұл? Так, енді қараң, қызық жері мінеде болады. Мұның бәріне не бар? 3 бар. Және не бар? A емес. Корен a бар. Сонда корен a кетсе не қалады? A минус корен a кетті. Корен a-ның біреуі қалады, кенен корен v. Кенен плюс корен a кетті, не қалады? V. 3 кетіп қалды сразу. Мынаны кубқа жаямыз. Кубладап тыста. Корен a плюс корен v. Біріншінің квадрат a. Екеуін көйтесі минус корен a v. Кенен v. Плюс бұл жерде номинал қысқарады. 3 корен v бөлінген корен a плюс корен v. Ал біз. Так, бұл жерде мынау қысқарады, я? Ұлма бөліміне бірдей қарасаңыз. Дұрыс па? Демек, бұл жерде ұлма бөлім тұра береді. Корен a плюс корен v. Сонда 3 корен a плюс 3 корен v. Надайды қысарту жоғынан деп. 3 шығарып аламыз дұрыс. Корен a плюс корен v бөлінген корен a плюс корен v. Қысарып кетеді, не қалады? 3 қалады. Түсінікті ма? Демек, темамыз осы жерде жұмақланады. Кейінгі сабақларда көріскенше.